4-5 қазан күндері Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінде білім беру сапасын қамтамасыз ету бойынша 3-ші Орта Азиялық халықаралық форум өтті. Форумға 20 мемлекеттен 400-ге жуық делегаттар қатысты. Бұл жиында жоғарғы оқу орындарының білім сапасын көтеру, бәсекеге қабілетті мамандар дайындау мәселелері талқыланып, шешімдер қабылданды. Алғы сөзді алған Қазақстан Республикасының Сенат депутаты, Қазақстан Республикасы ұлттық инженерлік академиясының президенті Бақытжан Жұмағұлов, Қазақстан Республикасы Сенат төрайымы Дариға Назарбаеваның құттықтау хатын оқыды. Түркия елінің Мармара университетінің профессоры Мұхитдин Шемшек форумның Түркістанда өткізілуі тегін еместігін, өйткені Түркістан бүкіл түркі жұртына ортақ мекен екенін тілге тиек etті. Bugün üçüncüsü düzenlenen kalite ve akreditasyon forumunun Бүгін Халықаралық Қазақ-Түрік университетінде 3-ші Орта Азия форумы өтуде. Бұның негізгі тақырыбы білім сапасын қамтамасыз ету. Өздеріңіз жақсы білетіндей, қазір білімнің сапасы, оның ішінде жоғары білімнің сапасы бүкіл әлемдегі ең актуалды мәселелердің бірі. Осы секілді жиналыстар бүкіл әлемдегі мыңдаған университеттерде күн сайын өтіп жатыр. Бұлардың маңыздылығы неде? Сіздер де білесіздер, жаһандану басталғаннан бері барлық нәрсе өзгеріп жатыр. Технология өзгеріп жатыр. Білім берудің әдістері өзгеріп жатыр. Сондықтан біз осындай өзгерістердің жаһанданудың ішінде, оның ішінде білім беру мекемелері, жоғарғы оқу орындары бір жерде тұра алмаймыз. Біз де міндетті түрде сол болып жатқан заманауи өзгерістерге сай болуымыз керек. Сапаны қамтамасыз етуіміз керек. Сондықтан да бүгінгі жиналыс өте маңызды. Неге? Себебі бұл жиналыста қазіргі заманауи жаңағыдай білім берудің қамтамасыз етудің, трансформациялаудың әртүрлі әдістері талқыланады. Соның ішінде қайсысы бізге маңызды, қайсысы бізге қажетті, соны сүзудің, талдаудың мүмкіндігі туады. Біздер университеттер, өздеріңіз білесіздер, қоғамды қалыптастыратын, интеллектуалды жаңағы адам ресурстарын қалыптастыратын мекеме болғандықтан, біздің орнымыз бұл жерде сапаны заманауи деңгейде, әлемдік деңгейге шығарудағы ең басты міндеттеріміздің бірі осы. Çok önemsiyorum ve ümit ediyorum ki Ал Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің ректоры Болатбек Серікбайұлы форумның жоғарғы өтуіне шын көңілмен келген отандық және шетелдік делегацияларға алғысын білдірді. Сондай-ақ ол университет форуммен ғана шектелмей, білім сапасын арттыруда жұмыстар жасауды жалғастыра беретінін де жеткізді. Енді өздеріңіз жақсы білесіздер, негізінде барлық мемлекеттерде дамып жатқан мемлекеттерде мына білім сапасына, соның ішінде жоғары оқу орындарының жұмысына байланысты көптеген әртүрлі дискуссиялар болып жатыр. Әр мемлекет өзінде мықты университеттерді құру, білім мен ғылымды дамытуға көптеген іс-әрекеттер жасап жатыр. Сол себептен бүгінгі өткізіп жатқан форумда халықаралық тәжірибені ортаға салып, бұл енді форумда 10 шақты мемлекеттен осы жоғары оқу орындарының басшылары, халықаралық эксперттер, Ресей Федерациясының, Болгарияның, басқа да мемлекеттердің осы жаңағы аккредиттеу өткізетін агенттіктердің басшылары қатысып жатыр. Енді бұл жерде біз қазір әр мемлекеттің университеттері, соның ішінде мынау Кеңес одағынан кейін құрылған мемлекеттер, ол Ресей Федерациясы, Қырғызстан, Әзербайжан, Өзбекстан, біздің мемлекеттерде жоғары оқу орындарында қандай проблемалар бар. Соны ортаға салып талқылап, осы проблемаларды қалай шешуге болады. Мынау аккредиттеу деген қазір үлкен осы Қазақстанда 2011 жылдан бері осындай бағалаудың жүйесі енгізілді. Заң бойынша, білім туралы заң бойынша осындай жаңағы білім сапасын бағалайтын жүйе енгізілді. Сол енді арқылы, аккредиттеу арқылы, оның стандарттары арқылы білім сапасын қалай жоғарылатамыз деген мәселелер бүгінгі форумда талқыланады. Үздік тәжірибелер алмасу мен халықаралық диалог алаңын құру, жоғарғы оқу орнының академиялық еркіндігін және басқарушылық дербестігін кеңейту сынды өзге де мәселелер форумға арқау болды. Халықаралық басқосу дөңгелек үстелдерге жалғасып, білім саласындағы білгірлердің пікірталастары мен ұсыныс пікірлеріне ұласты. Айман Әлмен Сұлтан Болатұлы, Тұран, Түркістан.